Корей халқы бет тазалау жиынтығын бірнеше этаптардан өткізеді. Соны бүгін көрсетеміз. Бірінші кезекте макияжды тазартуға арналған гидрофильді май. Егер біле білсеңіздер, гидрофильді май ғана макияжды тереңнен тазартады. Себебі кушон, тоналка сияқты майлы құрамды өнімдерді осындай гидрофильді май жақсы тазартады. Гидрофильді майды бетімізге массаждық қимылдармен жағып жуып тастаймыз. Одан кейін екінші бет жуатын көпіршік. Көпіршік бұл екінші этап болып табылады. Бір ғана этаппен макияжды кетіремін деу қате түсінік. Пенка бетті құрғатпау үшін қолымызға әбден көпіршікті алып барып бетімізге жағамыз, сонда теріміз құрғамайтын болады. Осылай жағып, одан кейін жуып тастаймыз. Үшінші бізде пилинг жасау. Терідегі өлік клеткаларды шығарып, теріге кремнің жақсы сіңуіне көмектеседі, әрі теріні бір тонға ағартады. Келесі бізде маска. Бұл маска пленка. Егерде теріңіз жылтырап, поралары тартылып, бетіңіз лифтинг әсерінде болып тұрсын десеңіз, маска жаққан жақсы. Сол кезде бетіңіз осылай кәріс қыздардың бетінде теп-тегіс жылтыр болады.